ерекшелігі әнін де, сөзін де өзі жазады. Сүйкімді әндердің басты орындаушылары да балабақша бүлдіршіндері. Негізінде балалар әндерін жазу оңай емес. Ол тақырыпқа бойлау үшін композитор бала жанын түсінетін, бала психологиясын меңгерген, бала мен бала болып кететіндей, өзі де бала мінезді болуы керек. Бала жанына музыкадан сеуіп жүрген ұстаздың республикаға танымал әні «Тәуелсіз ел ұраны» әні. Awesome.